енді Иранның жаңа өзенінің ар жақ бер жағы. Бұл да теңізден алыстау. Және вайбы да ұқсас екен. Жолдары бәрі. Üretmene gerek yok gerçekten. Мінекей бұл кісі мені алып кетті. Мандара деген қаладан түсір десем, жоқ дейді. Маған мына жаққа бару керек дейді. Қуама бір бәле. Ей аға, тоқтай салшы, түсе салайын мен. Мен түсейін. Бұл жерде тоқтай салшы, ана жерде тоқтай салшы. Мен түсем. Секірейін бәле. Бисмилла, түстік құрсын. Мінекей, басқа жаққа баратырмыз, кері баратырмыз. Менде бір күн қалды. Бүгін Ираннан шықпасам, заңсыз қалып жатырмын мына елге. Күтіп тұрмын, және байқағаным бар ғой, осы машиналар жүреді ғой. Мен байқағаным, жалғыз өзі отырса еркек, онда алып кетеді. Көбінесе алып кетеді да. Әйел адам отырады ортасында, ешқашан алмайды ғой мені. Ал қалайық мінекей, Араз өзені. Менде Иранда визасыз мерзім 14 күн бітті. Сол кезде мен не істеймін, әлі бітірген жоқпын да, сапарымда әлі маған оңтүстікке қарай бару керек, портқа жету керек та. Сол кезде визаран деген концепт бар сапаршыларда. Сен мысалы маған 14 күн берілсе Иранға, мен алам да, қазір Ираннан шығам. Сосын бір күн болған, бәлкім бір күн, бәрібір. Сосын кері кіргенде кері 14 күн басталады, жаңа 14 күн. Сондықтан солай эксплуатейшн жасауға болады осы процесспен. Кейбір адамдар мен есімде оңтүстік Америкада, Латын Америкада, орталық Америкада мысалы 90 күн берілсе, олар 90 күн тұрады бір елде, сосын бір күнге мысалы Коста-Рикада тұратын болсаң, Никарагуаға шығып кетесің, кері кіргенде қайтадан 90 күн легалды жолмен да визасыз өмір сүруге болады. Біз де сөйтеміз. Бұйырса. Ал қалайық келдік терминалға. Алдында айтқандай, бұл өзен Иран мен Арманистанды бөледі. Арменияға кіріп Поршаны сағынып қалғам ғой. Соған қарап ойланып қалдым. Оған тіпті шекара деген концепт таныс емес қоғыда, жоқ қоғындай концепт. Мен мысалы осындай адамның тәнінде туылған соң, маған мысалы елден елге бару үшін паспорт керек, осындай елден өту керек та. Ақыс болсаң күшті, елден елге ұшып жүресің. Шекара таныс емес саған. Мынаған қараңдар. Армения қалай мені қарсылауын? Лейла, лейла, лейла. Үйлердің архитектурасы таныс па? Ал бұл Мегри деген ауыл. Қалайық біз осындай өзендеміз. Және біз осылай жуынамыз. Таңертеңге бастап, таңертең тұрып аламыз. Сабындап, аяқты жуып, сылсынмен. Мегриде осындай Франсуа Мессиені кездестірдім.
comment ça va? Ça va bien. И ол деген combien de temps? Вау, бір жылдай. Қарашада бір жыл болады дейді. Қарашада бастаған бір жылдай осылай мен сияқты backpacking, дорбасымен, шатырмен саяхаттап жүр екен. Ветеран ғой былай дегенде, гроссмейстер. 35 елде болған екен. Вау!